біздің мақсатымыз негізі төтенше жағдай орын алған жағдайда осы жергілікті халықты жеке құралдарды пайдалану құралдарын таратып қамтамасыз ету. Бұл негізгі сызба бойынша түсіндіріп өтсек, бірінші бөлім басшысы мен мына осы жерде келген кезде халыққа қарсы алып, одан кейін жеке қорғану құралдарын қоймасы қажетті құралдарды, жеке қорғану құралдарын қамтамасыз етеді, тасымалдап осы мектепке жеткізеді. Одан кейін жеке қорғану құралдарын өлшем бірлігін анықтау тобы осы қажетті құралдардың өлшемдерін халықтың жеке өлшеп, әр өлшем бойынша қолдарына қағаздар беріп, міне содан кейін барып жеке қорғану құралдарын тарату орны өлшемдер бойынша жеке құралдарды таратады. Келесі одан кейін ретке келтіру, жеке қорғану құралдарын ретке келтіру тобы ол құралдарды, жеке қорғану құралдары сол ретке келтіріп, тазалап, үйрету тобына өтеді. Үйрету тобы жеке қорғану құралдарын қалай пайдаланады, соны қалай киеді, міне осының барлығын түсіндіру өтеді. Содан кейін барып оны медициналық көмек көрсету тобы және палаткеге қажетті үстіңмен оны дұрыс киілді ма анықтау үшін палаткеге кіріп қажетті тексеруден өтеді. Егер де қиындық жағдай болса, медициналық алғашқы көмек керек болса, медициналық топ оған көмек көрсетеді. Міне қазір оқу жаттығуын әр топ өзінің міндеттерін таныстырып, практикалық түрде көрсетеміз. Жеке қорғану тасымалдау тобының жетекшісі Қалымбетова Райхан. Біздің осы төтенше жағдай болған жағдайда газ қағар заттарын тасымалдайды жеткізіп береміз. Жеке қорғану құралдарын анықтау тобының басшысы Көлбаев Қанат. Бұл кездерде келген кісілердің барлықтарының бас өлшемдерінің барын өлшеп, размерлеріне қарай мына жерде әртүрлі размерлері бар. Бас өлшемдерінің сол размерлеріне қарай бастарын өлшеп, ар жақта бірінші, екінші, үшінші, төртінші деген нөмірлеріміз бар. Сол нөмірлер арқылы келесі газ қағар тобына ары қарай адамдарымызды жібереміз. Жеке қорғану құралдарын анықтау тобының жіберілген халықты, яғни азаматтардың өлшемі бойынша тізімге тіркеп, әрбір өлшем бойынша газ қағарларды таратамыз. Жеке қорғану құралдарын ретке келтіру тобының жетекшісі Дәуен Мақсат. Біздің негізгі міндетіміз жеке қорғану құралын газ қағарды сүртіп тазалап, спиртпен, вақтамен сүртіп тазалап, дезинфекция жасап, ары қарай өткізу. Жеке қорғану құралдарын қолдануға үйрету тобы жетекшісі Анжаев Қанат. Біздің топтың негізгі мақсаты жеке қорғану құралдарын қалай қолданатын, яғни түрлі табиғи жағдайлардағы улы газ тараған кездегі немесе аса қауіпті шаңтозан өрт болған жағдайларда біз осы халыққа жеке қорғану құралдарын, яғни газ тұмалдырғы құралдарды қалай кию керектігін біз үйретіп көрсетеміз. Газ қағарларға техникалық тексеру жүргізу алдында адамдарға саулық беріп, онда хлор пикринінің берілген концентрациясын бақылау алып, газ қағарларды техникалық тексеру жүргізу кезінде қауіпсіздік техникаларын сақтауды, тексеруге арналған жайда уланып қалған жағдайда азаматтарға көмек көрсету.
Техникалық тексеру жүргізу кезінде газ қағарлар жарамсыз болып, одан зардап шеккен азаматтарға алғашқы медициналық көмек көрсету, санитариялық қоржынның және оны тиісті медициналық құралдармен толықтырып дайын болу.